Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Пресновка ауылында 8-ші шақырылған аудандық мәслихаттың кезектен тыс 5-ші сессиясына қатысты. Жиын барысында Жамбыл ауданының жаңа әкімі сайланды. Бұл лауазымға бұрын Есіл ауданын басқарған әкім Медет Оспанов тағайындалды. 1985 жылы туған Солтүстік Қазақстан облысы тумасының 2 жоғары білімі бар. Еңбек жолын 2006 жылы тарих пәнінің мұғалімі болып бастаған ол 2007 жылдан бастап мемлекеттік қызметте жұмыс істеуде. Кто за принятие данного решения, прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Принимается. Шешім бір ауыздан қабылданды. Бұдан соң аймақ басшысы аудан активімен кездесу өткізді. Отырыс барысында Айдарбек Сапаров жаңа әкімге ауданды дамыту бойынша бірқатар тапсырма берді. Большая работа, в принципе, проведена. Үлкен жұмыс атқарылды. 5 айдың қорытындысы бойынша белгілі бір көрсеткіштер бар. Бірақ ауданда шешілуі қажет проблемалық мәселелер де бар. Біріншіден бұл бюджет меншікті кіріс. Негізінде бұл аймақта олар ұлғайтылды. Бірақ одан әрі қажетті мақсаттарға жұмсау үшін әлі де көбейту керек. Инвестициялармен көбірек айналысуымыз керек. Инвесторлар тарту керек. Аграрлық сектор өсімдік шаруашылығында жақсы дамуда. Мал шаруашылығында мүлдем жұмыс жоқ. 60%-дан астамы мал шаруашылығын дамытумен айналыспайды. Президент мал шаруашылығын дамытуды тапсырған болатын, себебі елдегі өнімдердің, әсіресе сүт өнімдерінің импортын қысқарту қажет екенін атап өткен. Мұны аймақ басшысы Айдарбек Сапаров баса айтты. Сондай-ақ жол сапасы мәселесін шешуді жалғастыру қажеттігі де аталып өтілді. Жаңадан сайланған аудан әкімі барлық жоспарланған істі орындауға уәде берді. Өз атынан ауданымыздың депутаттарымен, округ әкімдері, бөлім басшыларымен, енді бизнес өкілдерімен бірлесіп Жамбыл ауданының дамуына арғартай жақсы нәтижелерге жету бойынша жұмыс жасауға сенім білдіремін. Кездесу барысында ауданның бұрынғы әкімі Марат Ескендіров те сөз алып, Медет Оспановқа сәттілік тіледі. Айта кетейік, Ескендіров Жамбыл ауданы әкімінің қызметінде 2020 жылдың наурыз айынан бастап болған. Дана Асылханқызы, Азамат Елубаев, Первый Северный телеарнасы.